Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді беретін американский панкейки дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін біздерге бір жұмыртқа қажет болады. 3 қасық, үлкен қасықпен, аз қасықпен қант керек болады. Екеуін араластырамыз, жақсылап тұрып. Екеуін араластырғаннан кейін қалған қоспаларымызды сала береміз. 200 грамм бір стақанмен сүт керек болады, жылы сүт. Содан кейін үлкен қасықпен 3 қасықтай еріген сары май. Осыларды араластырып алғаннан кейін 1 шай қасықпен разрыхлитель саламыз. Міне, сосын ұнымызды сала бастаймыз. Ұнды көзбен жай салып отырамыз. Қатты қоюда, қатты сұйықта болмауы керек. Құймақтық сияқты дәл айранның қоюлығындай болады. Жақсылап араластырып аламыз да пісіруге кірісеміз. Міне осындай болуы керек. Біздерде дайын тестамыз. Енді осыны табаға пісіреміз. Ешқандай май жақпаймыз, сұйық май құймаймыз. Ішінде өзінің мана ертіп құйған майымыз бар, сол арқылы пісіреміз. Осылай көпіршіктене бастаған уақытта іші пісті деген сөз, келесі жағына аударамыз. Келесі жағы өте тез піседі. 5 секунд жеткілікті деуге болады. Сіздің отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін, өте дәмді болып шығады. Бетіне шоколад, сахарный пудра сепсеңіз де болады, қалауыңызша ілесеңіз болады. Біздер сгущенкамен әзірледік. Рахмет көп.